материал шығарам. Биліктің дайындап жатқан екі жобасы бар. Әрине ол Аманат және Народный партия, Халық партиясы. Ол кімдікі? Ертісбаев деген. КГБ, ФСБ-ның агенті. Бәріға шетінен агенттер, бәрі шетінен жаңағы КМБ, ФСБ-ға қызмет жасайды. Билікте отырған тұлғалар өз еркімен әрине билікті бермейді. Біреулер жазып жатыр Фейсбукта, 29 орын бар жаңағы одномандатный, соны халыққа неге бермейсіңдер дейді. Сонда халықта қызық, кім билікті бере салады. Әсіресе террористік мемлекеттер неге береді? Террористік мемлекеттерде бірақ не болады? Әрекет жүйені ауыстыратын ол революция. Бұл жолды мінекей 2018 жылдан бастап көрсетіп отқан бірақ саяси ұйым күш, ол халық таңдауы партия. Өкінішке орай мына кім Мұхтар Әблязов та, Серікжан Бияш та басқаларды сайлауға шақырып отыр халықты. Ал сайлау керек тек Тоқаевқа, мына жүйеге, себебі кім өтеді, бәрі алдына белгілеп қойған. Бірнеше ай бұрын бекіткен, мынау өтеді, мынау өтеді, мынау өтеді деп бауы. Мына адамдар қатысып атқандар, бұл жалған сайлауды, арнайы операцияны легитимизация жасап жатыр. Тағы айтам, өкінішке орай мына Мұхтар Әблязов, Серікжан Бияш, басқа да мынау өздерін оппозиция деп жүрген атаға атқан адамдар мына жүйені қолдап, жүйенің диірменіне соғып жатыр. Жақсы, 10 минут эфирде мына тақырып бойынша достар, мен қазір